Достар, енді келесі тақырыбымыз ол аралық займ. Аралық займды айтатын болсақ, бірінші айтпақ бұрын, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайктарыңызды қойыңыздар, немесе дизлайктарыңызды қойыңыздар, мен оны біліп отырамын. Егерде енді аралық займға көшейік. Егерде сіздің 50%-іңіз бар болса, табыс көзіңізді растай алатын болсаңыз, онда сіз міндетті түрде аралық займмен үйді ала аласыз. Ол деген сөз, сіз күтпейсіз 3 жыл бағалау көрсеткіштің өсуін тоже күтпейсіз, сондықтан сәл жоғарылаған пайыздармен ала бересіз. Ол үшін табыс көзіңізді растау керек болады. Пайыздарыңыз сәл жоғарылаған болады. Ол 7% бен 11,5%-дің арасы. Бірақ ол деген сөз үнемі ондай бола бермейді. Бірнеше айдан кейін сіздің пайыздарыңыз төмендейді. Яғни деген сөз, сіз бәрібір тұрғын үй займына көшесіздер. Ал енді достар, видео ұнаса лайктарыңызды қойыңыздар. Келесі видеомда алдын ала займ туралы қарап шығыңыздар.